РС Медиа. бір 1984 жыл 1 қыркүйек. Бейнеу аудандағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Кеше ғана тіліміз бұлдырап, тәй-тәй басып жүрген біз оқушы атанып, мектеп табалдырығын аттадық. 1984 жылы жаңа оқу жылында бірінші сыныпқа қадам басқан 24 бүлдіршінді алғашқы ұстазымыз Ғалия Балова апай қарсы алып, қолымызға әліппе ұстатты. Ғалымда кеншіде бас етін, ұстазым бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейне. Ұстазым, ақылшы дос, сой арманым, арналсын саған осы аялданым. Осылайша, бірінші В сыныбы оқушыларының білім әлеміне саяхаты басталды. Сол заманның идеологиясы бойынша біз октябрята атанып, кеудемізге қызыл белгі тақтық. 3-ші сыныпта мойнымызға қызыл галстук байлап, пионер қатарына қосылдық. Я, юный пионер Советского Союза. Перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю. Жить, учиться и работать. Бейнеу аудандағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебі біз үшін білім алып, жарқын келешегіміздің іргетасын қалаған үлкен орда болды. Оқу жылы басталған күннен бастап, осы алтын ұямызға асығатын едік. Мұнда өміріміздің ұмытылмас, ең қызықты, ең қуанышты сәттері өтті. Достықтың, сыйластықтың, тіпті алғашқы махаббаттың өзі осы жерден таныдық. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші, біз осы мектептегі ұстаздарымыздан алған білімнің арқасында өмірлік жолымызда қалыптастырдық. Алғаш рет әліппе танытып, оқуды, жазуды үйреткен Ғалия Балова апайымызға мың алғыс. 5-ші сыныпта сабақ берген Ырзагүл Анесова апайдың, одан кейін сыныбымызға жетекшілік еткен Ләззат Тәжиева апайдың біздер үшін сіңірген еңбегі зор. Мектеп қабырғасында оқып жүргенімізде сыныптың старосты болып Болат Адаев тағайындалған еді. Міне 30 жыл өтсе де сол досымыз осы міндетін әлі күнге дейін жалғастырып келеді. Оқу барысында В сыныбы оқушыларының спорттық үйірмелерге қатысып, әртүрлі деңгейде сайыстарда жеңімпаз атанғанын мақтанышпен айтамыз. Күрес бойынша Жарқын Мұхамбетов, Қабыл Бисенқұлов, баскетболдан Асқат Құмашев, Майра Ізбасқанова, Гүлмира Кенганова, Айнұр Иманғалиева, Нұргүл Қуаншалиева, Роза Жақыповалар ерекше көзге түсетін. Әсіресе қыз баскетболшыларымыз мектеп жарыстарында үнемі бірінші орын алып, Бейнеу ауданының атынан Атырау, Ақтау қалалары мен Қарақалпақстан елдеріне сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болатын. Из чего же сделаны наши девчонки? Ла-л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 а. Из цветочков, из звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Сыныбымызда сонымен қатар қобызда ойнайтын Ажар Көбегенова,
домбыраны шебер тартатын Зенеш Ыдырысова сынды өнерлі достарымыз болды. Осылайша мектеп қабырғасындағы 11 жылымызда көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сүйікті мектебімізбен, ұстаздарымызбен, сыныптастарымызбен қоштасатын әсерлі де мұңлы сәтте келіп жетті. Мектеп табалдырығын кеңес үкіметі кезінде октябрята болып аттаған біз 11 сыныпты 1994 жылы тәуелсіз Қазақстанның түлегі болып аяқтадық. Өмір болғаннан кейін оның қуанышы мен қайғысы, табиғат болғаннан кейін оның жазы мен күзі, күннің де арайлап атқан таңы мен түні болады. Өкінішке орай, осы күнге жете алмаған сыныптастарымыз бар. Бұл бейнефильмде оларды еске алып өту барлығымыздың парызымыз. Жатқан жерлері жарық, топырақтары торқа болсын. Асып тасып төгілетін, алқанып ұшатын көңіл-ай, өзгерместей көрінетін, баянсыз бес күндік өмір-ай. Тасқын болып тасып тұрған жастық шағалдады таңдамай, әлде неге асықтырған желігі басылма шалғанай. Өмір өзен ағады әттең, өкініштің алауы жаным дүрдеп барады. Өмір өзен ағады әттең, менің жаным жаралы, қай жағада қалады. Өмір өзен ағады әттең, менің жаным жаралы, қай жағада қалады. Жаным дүрдеп барады. Мектеп қабырғасынан түлеп ұшқаннан кейін бұрынғы сыныптастар мен достардың әр қайсысы өмірден өз соқпағын тауып жан-жаққа кетті. Бірі институтқа, бірі училищеге түсіп, мамандықтары бойынша еңбек жолын бастады. Бірден еңбекке араласып, отбасын құрып кеткендер бар. Олардың барлығы қазір Қазақстанның түпкір-түпкірінде өз тіршіліктерін жасап, ұрпағының қамы үшін еңбек етіп жатыр. Әрине, біреу жетістікке ерте жетіп, біреу кеш жетті, біреуі жоғары қызметте болар. Дегенмен, оларды біріктіретін, олардың мәңгілік достығын сақтайтын бір себеп бар. Ол Бейнеу ауданындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің қабырғасында өткізген 11 жыл. Тайталанбас балалық шақ, сол кездегі шынайы адал достық сезімі. 1994 жылғы түлектердің барлығына мықты денсаулық, мызғымас достық пен қажымас қайрат тілейміз. Мектеп бітірулеріңізге 30 жыл толған мерекелеріңіз құтты болсын. Бесігі әр күн есте есімі, қандай қиын қоштасу мектеппенен осы күн. Ашқан білім бұлағы, шашқан күннің шуағы, ата менен анадай аса қымбат мұғалім. Келіңдер ей достар, құрбылар, жолдастар, билейік вальске, бақытқа жол бастар. Мектеп шаттығымыз, мәңгі жастығымыз. Мектеп өткеліміз, әнді
вторая семья. Время пришло, вот и с тобой нам попрощаться пора. Школьный звонок нам прозвенит, мы уж шагнули за отчий порог. Школа, прощай, нас впереди ждет самый длинный урок. А жизни дорога бежит от порога, а там наше завтра светло и прекрасно. И праздники, будни, путь длинный и трудный, бороться, искать, побеждать. Учила нас школа, и снова мы будем ее вспоминать. Біздер өмір еркесі, мектеп көңіл өлкесі, желбірейді жалау боп әйнегінің пердесі. Арман қуып кетсек те, асулардан өтсек те, ауады да тұрады аңсарымыз мектепке. Келіңдер ей достар,